Сәлем достар. Таңертеңгісін балаларды садикке, мектепке апарайын деп сыртқа шықсам, осындай көрініс. Қорқып, айғайлап, жолдасым шақырып, кел деп, не болған аған деп, ол ұйқыдан тұра салып келіп, мен қайдан білем деп, екеуміз қорқып кеттік осының басында көре салған кезде. Содан кейін кішкене тынышталып, ары-бері барлығын қарасақ, ит деген мысықты қуалады ма екен, әлде өзі құтырған ит пе екен, осылай екі мынадай дөңгелектің үсті жағында крыласын тістеп майыстырып, одан кейін номерімізді жұлып, үстінде ветровигін 4 бөлшекке бөліп сындырып, енді сұмдық қылып кеткен екен. Бұның артында көбісі енді көршілердің чатына салдық, барлығы адам істеп кеткен, артын жаңағы иттің ізімен жасырып кеткен деп жатыр. Осындай случай көргенсіздер ма? Иттің осындай жасауы мүмкін ба? Енді иттің аяқтарының іздері барлық жерде. Комментарийге ерінбей жаза кетсеңіздер, сіздердің ойларыңызды білу маған өте маңызды. Милиция келді, ол кісілерде ит істеген деп кетті, арыз жазып қойдым. Дегенмен де итті іздеп тауып көрсек деген үміт бар ғой. Енді иттің иесіне осының барлығын жасатқызып, төлеткізіп алу керек. Болмаса иттің иесіне үлкен көлемде штраф салынады. Иттер асырағаннан кейін жануарға жауапкершілікпен қарау керек қой. Жарайды, бұл қазір машинаны осылай істеп кетті, егер адамға осылай шабуыл жасаса не болады деген ой ғой. Сонымен көңіл күйімізді түсірмейік деп дәмділеп бүгін лагман жасадым. Көптен бері жасамай кетіп едім. Домашний лагман қып, подливын осындай сұйық қылдым. Көбінесе жареный лагман жасайтын, осы жолы домашний лагман жегіміз келді, өте дәмді болып шықты. Енді бұйырса ертең осы менің арызыммен айналысатын кісі маған келіп жолығады. Сол енді итті іздестіріп, қарастырып, көршілерден сұрастырып көреміз. Жұма күні өстіп ертесінде тұрдым да шелпегімді пісіріп, бауырсағымды пісіріп, өзім бір Құран оқытып жібердім. Енді адамның жанымен, денсаулығымызбен емес, өстіп темірмен сыналып жатқанымызға да шүкір деп Аллаға. Аварияға түспей, еш нәрсе болмайды, тұрған жерінден сыналып жатырық қой. Өстіп милиция келді, осы кісі қазір мына айналамыздың барлығынан итті іздеп кетті. Енді көршілерден сұрастырайын деп, басқа ешкім көлігіне осылай зақым келмеп па, сөйтіп тістелеп жүрген ит көрмеп па деген сияқты Айшаны биге алып келдім. Қазір биге қалдырып, біздің орталық бұрыннан бер 4-5 жылдан бері бар, бірақ осы новый зданиеміз жаңадан ашылды. Өте әдемі, мына жақта былтыр жарысқа барғанбыз, сол фотоларды іліп қойыпты шығарып. Кең, балаларға барлық жағдай жасалған, күшті болып қапты. Мен асығып, қызым тастадым да Шымолғанның вокзалына келдік, адасып. Бірінші рет Ақтаудан тойдан нағашы әпкем келе жатыр, сол кісіні күтіп алайық деп. Пойыз 3 минут қана тұрады екен, тез заттармен түсіріп үлгердік. Сонымен үйге ойланып, қызымды алып қайтып келе жатырмын. Енді қайырлысы осы, табылса табылды, ит табылмаса табылмады. Енді бізге сабақ болды. Есіктің алдын барлығына камера қойып жатырмыз. Бұйырса, енді камера болады. Ит келсе де, не келсе де көріп отырамыз барлығын. Өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін камераны орнатып қойдық. Сол мендегі жаңалық. Сіздер міндетті түрде өз ойларыңызды комментарийге жаза кетіңіздер.